Сәлем достар, сіздермен бірге ерке бүгін мен сіздерге жолбарыс пен түлкі ертегісін айтып беремін. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Күні жолбарыс кейде жатып түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығы бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп: "Мені жей алмайсың. Мен осы орманға салық етуге келгенмін" дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір, бұлай бір қарап, сенбестен: "Күн емес" дейді. "Сенбесең менімен бірге орманға жүр. Ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көр" дейді түлкі. Жолбарыс бұған келісе кетеді. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп алып, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп аңдар мен құстар зәреші ұшып тым-тырақай қашады. Ұялары мен індеріне тығылады. Кейбір аспанға ұшып кетеді. Ал қу түлкі болса, басын одан сайын көтере түсіп: "Ал енді өзіңнің көзің жеткен шығар. Менен қорықпайтын тірі жан иесі бар ма?" деп мақтанады. "Сен шынында да мықты екенсің. Бүкіл аң-құстың бәрі сенен қорқады екен" деп алданған жолбарыс жайына кетіпті. Ал түлкі болса, қулығын асырып, аман қалған екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Менің ертегім ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.